Жас бала анадан туғанда екі мінезбен туады екен. Біреу ішсем, жүрсем, ұйықтасам деп тұрады. Олардың бәрі тәннің құмары. Олар болмаса, тән жанға қонақүй бола алмайды. Біреу білсем екен демекілік. Не көрсе, соған қызығып, талпынып, дәмін татып, ит өрсе, мал шуласа, ол неге өйтеді, бұл неге бүйтеді. Көзі көрген, құлақ естіген бәрін сұрап, тыныштық көрмейді. Бұлар жан құмары. Білсем екен, үйренсем екен дейді. Бүгінгі орыс тілімен әдебиет бірлестігі